Баршаларыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше ыстық тағамдардың бірі жаппасай тағамын дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, осы тағамды жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен ыдысқа суымызды құйып аламыз, кейін жұмыртқамызды және де тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызды електен өткізіп салып, қаттылау қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз еттің қамыры тәрізді, сәл қаттылау болғаны дұрыс, себебі сол кезде формасын жоғалтпай, былжырап кетпей, әдемі пісетін болады. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, жарты немесе 1 сағатқа тындырып қоямыз. Келесі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, кейін ұсақтап туралған етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, етіміздің суы тартылғаннан кейін ұсақтап туралған пиязымызды салып, оны да сәл қуырып алатын боламыз. Кейін кубиктап туралған сәбізімізді және де тәтті бұрыш немесе болгар бұрышын салып, барлығын араластырып, қуырып алатын боламыз. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш және де томат пастасын салып, барлығын араластырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша өздеріңізге ұнаған басқа да дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Сонымен қатар томат пастасымен бірге қызанақ қоссаңыздар да болады. Кейін суымызды құйып, барлығын араластырып, қақпағын жауып қоямыз. Етіміз ақырындап қайнап жатқан кезде картобымызды кубиктап турап аламыз, кейін қамырымызды алып, оны 2 бөлікке бөліп, жұқа етіп қамырымызды жайып аламыз. Ендігі кезекте жұқа етіп жайылған қамырымыздың үстіне сұйық майымызды құйып, барлық жеріне бір келкі етіп жағып шығатын боламыз. Кейін видеода көрсетілгендей етіп, қамырымызды ұзынша етіп кесіп шығатын боламыз. Енді осы қамырларымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, бірінің үстіне бірін қойып шығатын боламыз. Одан кейін осылай 4 бұрышты бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Қамырлар бір-біріне жабысып қалады деп қорықпаңыздар, ортасын жақсылап майлағандықтан мүлдем бір-біріне жабыспайтын болады. Міне мен сіздерге видеода көрсетіп тұрғандай бір-біріне мүлде жабыспайды. Екінші қамырымызды да дәл осылай жайып шығатын боламыз. Ендігі кезекте кубиктап туралған картобымызды салып, барлығын араластырамыз және де дәл осы сәтте сорпасының дәмін көріп алыңыздар. Егерде тұзы жетіспейтін болса, тұзын салып, дәмдеп алатын боласыздар. Сонымен қатар, егер сіздерде суы тартылып қалған болса, суын құйып алу қажет. Судың мөлшері видеода көріп тұрғандарыңыздай болуы тиіс. Барлық картоп, еттердің бәрі суға батып тұру қажет. Және де видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды осылай айналдыра отырып, бірінің үстіне бірін қойып шығатын боламыз. Кейін қақпағын жауып, шамамен 25-30 минуттай пісіреміз. Енді дайын болған асымызды әдемілеп ұсынатын боламыз. Ол үшін видеода көріп тұрғандарыңыздай алдымен қамырымызды алып,
ыдысымыздың шет жақтарына қойып шығамыз. Кейін ортасына салмамызды салатын боламыз. Міне достар, жаппасай атты ыстық тағамымыз дайын болды. Өте ерекше әрі дәмді тағамдардың бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.